Ертеде жауынгерлер жорыққа шыққанда олардың жолы ұзақ, ауа райы қатал болған екен. Сол кезде аналар мен әйелдер күйеулеріне ерекше тоқылған жылы носки сыйлайтын болған. Аңыз бойынша бұл жай ғана киім емес еді. Әрбір жіптің ішінде тілек болған. Бір жіп амандыққа, бір жіп жолын ашық болсын деп, ал бір жіп үйге аман орал деп тоқылған екен. Сондықтан жауынгерлер қанша қиындық көрсе де, сол носкиді кигенде аяқтары ғана емес, жүректері де жылып, өздерін қорғалғандай сезінген. Уақыт өте келе соғыс азайды, жорықтар тоқтады, бірақ дәстүр қалды. Қазір әйелдер күйеулеріне носки сыйлағанда, бұл тек аяғың жылы болсын деген сөз емес. Бұл сен аман бол, жанымда бол деген белгі. Ал негізі біз сіздерді жақсы көреміз. Просто сіздердің носкилеріңіз қайда кетіп қалатынын ешкім әлі түсінген жоқ. Сондықтан жылу да қосасамыз, запас та жасап қоямыз.